Әлемдегі ең таңғаларлық жаратылыстарды зерттеуімізге қош келдіңіз. Бізге жанды реңктер мен күрделі өрнектерден әсем қозғалыстар мен тартымды ерекшеліктерге дейін шын мәнінде әдемі жануарлардың алуан түрлерін сыйға тартты. Әлемдегі ең әдемі 7 жануарға таңғаларлық саяхатқа дайын болдыңыз. Қалқанқұлақ түлкісі. Бұл кішкентай түлкі Африканың шөлдерінде тұрады. Сүйкімді жаратылыстың ең маңызды байлығы үлкен құлақтар. Олардың мөлшері 15 сантиметрге жетеді. Орташа дене ұзындығы 30 сантиметр және салмағы 1,5 килограмм. Құлағының локаторлық функциясы бар. Олар жақын маңдағы ең кішкентай дыбыстарды естуге көмек береді. Сонымен қатар термостат ретінде әрекет етеді. Термостат дегеніміз қалыпты жылуды ұстап тұратын аппарат. Бұл түлкілер саны 10-ға жететін шағын үйірмен жүреді. Ұзақ уақыт бойы сусыз жүре алады. Түнгі өмір салтын жүргізіп, өзі шұңқырларды лабиринт тәрізді қазып алып, сол жерлерде өмір сүреді. Мүмкін бұл түлкіні Зверополис мультфильмінен танитын боларсыз. Ара тотығысы немесе макава. Ара үлкен тотығыс. Кейбір түрлерінің ұзындығы 95 сантиметрге жетеді. Құс өзінің жарқын қауырсындарымен танымал болды. Басқа тотығыстардан жалпақ және қатты дөңгеленген тұмсығымен ерекшеленеді. Әрбір құстың тұмсығында адамның саусақ ізіне ұқсас қауырсындардың ерекше үлгісі болады. Құс өсірумен айналысатындар арасында өте танымал және серіктес құстар ретінде үйде ұстауға өте ыңғайлы. Тотығыс үшін ең үлкен қауіп орманды кесу. Соның салдарынан олар табиғи мекендеу ортасын жоғалтады. Құнды қауырсындар үшін де осы тотығыстар заңсыз ауланады. Ақ бенгал жолбарысы. Ақ бенгал жолбарысы ұлылық пен күштің танылған символы. Ақ жолбарыстар ең әдемі болып саналады. Жануардың бұл түсі сирек кездесетін генетикалық мутациядан туындаған. Сондықтан ақ жолбарыстар сирек кездесетін жануарлар болып табылады. 10.000 жолбарыстың бір ғана жолбарысы ақ түсті бола алады. Бірақ ақ жолбарыстарды танымал сенімге қарамастан альбинос деп санауға болмайды. Өйткені олардың қара жолақтары бар. Жолақтар әрбір жеке жолбарыс үшін бірегей қайталанбайды. Ақ жолбарыстар туыстары қызғылт сары жолбарыстарға қарағанда кішірек және баяу өседі. Қазір хайуанаттар бағында 130-ға жуық ақ жолбарыс бар. Оның 100-ге жуығы Үндістанда. Арктикалық түлкі. Мінсіз қалың ақ жүні иесі арктикалық түлкі тундра мен орман тундра аймақтарына тамаша бейімделген. Мұндай қатал климатта жануар азық-түлік ретінде тышқандар мен балықтардан қоректенеді. Бірақ жидектер мен шөптерден бас тартпайды. Арктикалық түлкінің ұялары ғасырлар бойы пайдалана алатын күрделі лабиринттер. Қыста олар негізінен көшпелі өмір салтын жүргізеді және тамақ іздеп мыңдаған шақырым жол жүре алады. Арктикалық түлкілер хайуанаттар бағында 10 жылға дейін өмір сүре алады. Жабайы табиғатта олардың өмір сүру ұзақтығы шамамен 3 жыл. Бұл түлкілер түрлі аурулардың салдарынан өледі. Дистемпер, арктикалық энцефалит, құтыру, түрлі инфекциялар. Ауру салдарынан қорқынышын жоғалтқан жануар ірі жыртқыштарға, адамдарға, бұғыларға, иттерге шабуыл жасауды шешеді. Кейде бұл жағдайда поляр түлкі өз денесін тістей бастауы мүмкін. Ақыры өз тісінен өледі. Дүние жүзінде арктикалық түлкінің популяциясы бірнеше 100.000 жануарлар деп есептеледі. Фриз жылқысы. Фриз жылқысы Фризландтан шыққан голланд тұқымы. Голландияның қара алтыны атауымен белгілі. Қара түс фриз жылқысының стандарты болып саналады. Жылқының орташа биіктігі 160 сантиметр. Фризді сымбатты және керемет жануарлар деп атайды. Сыртынан қарағанда жылқы кішкентай жылқыға ұқсайды. Фриздер өлшемі бойынша өте маневрлы және икемді. Орта ғасырлардан бері бұл тұқым соғыс аттары ретінде пайдаланатын рыцарьлар арасында үлкен сұранысқа ие болды. Фризиялық жылқылар темір сауыт киген рыцарьмен шабуыл жасаған. Популяциясы бірнеше рет жойылу алдында тұрды, бірақ адамдар оны әр жолы қалпына келтіріп отырды. Қазір бұл тұқымды жылқылар ер тұрманға, ат әбзелге мінуге, сондай-ақ шабуға қолданылады. Фриз жылқыларының жігерлі темпераменті бар. Олар жеткілікті тыныш және теңдестірілген. Адамдардың көптігі оларды алаңдатпайды.
және қатты музыканың дыбысына төзімді. Сондықтан олар мерекелік іс-шаралар мен мерекелерде жиі қолданылады. Сондай-ақ фриз фильмдерді түсіру үшін тамаша жануар. Грета Ото. Грета Ото деген ерекше аты бар көбелекті планетадағы ең әдемі жәндіктердің бірі деп санауға болады. Бірақ оны осындай ететін түрлі түсті бояу емес, керісінше оның жоқтығы. Грета Ото немесе шыны көбелек, қылқаламды көбелектің бір түрі. Жәндіктің басты ерекшелігі мөлдір қанаттары. Мұндай қанаттар көбелекке табиғи ортада пигменттердің кен арсеналын пайдаланбай-ақ камуфляж жасауға мүмкіндік береді. Көбелектің негізгі мекендейтін жері Оңтүстік Америка. Қанаттардың мөлдірлігі көрінетін жарықты аз сіңіру және тіндердің жарықтың аз шашыру есебінен қол жеткізіледі. Ересек адам қара қоңыр жиектері бар мөлдір қанаттар арқылы оңай танылады. Павлин. Павлин әлемдегі ең әдемі құстардың бірі. Олар эстетикалық сезім тек адамдарға ғана тән емес екендігінің жарқын мысалы. Павлиннің еркек құйрығы ең маңызды элементі. Павлин әйелдері күйеу жігіттің сыртқы келбеті мен сұлулығын ғана бағаламай отырып, құйрығында көптеген көз дақтары бар павлинді таңдайды. Зоолог Петридің зерттеулері көрсеткендей, әдемі павлиндердің ұрпақтарының дені басқаларға қарағанда сау болады. Павлиндердің бұл жақын ерекшеліктері кейде құстарға зиянды. Олар жыртқыштарды өзіне көбірек тартады. Дегенмен, ең жақсы серіктесті тарту және көптеген сау ұрпақтар беру мүмкіндігі жақсы жағы жаман жағын артып кетеді. Павлиндар шығыс пен батыстың көптеген өнер туындыларында, ресми және коммерциялық нышандарда бейнеленген. Әлемдегі ең әдемі 7 жануарға қызықты саяхатымыз аяқталып келе жатқанда, сізді осы керемет жаратылыстардың керемет әртүрлілігі мен талқанбаздығы қызықтырды деп үміттенеміз. Ара тотығысының жарқын түстерінен бенгал жолбарысының әсем ұлылығына дейін, осы тізімдегі әрбір жануар біздің табиғат әлемінің таңғажайып ғажайыптарының куәсі болып табылады. Болашақ ұрпақтар олардың сұлулығына таң қалдыруын қамтамасыз ете отырып, осы керемет жандарды қастерлеп қорғайық. Осы уақытқа дейін бізді қоршап тұрған теңдесі жоқ сұлулықты бағалай білуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыз.